Қайырлы күн іскер азамат тобының көрермендері, табысты кәсіпкерлер. Бүгін мен сіздерге Каспий жұма ұлттық сауда мерекесі туралы айтқалы отырмын. Яғни бұл акцияға қалай қатысу керек, және бұл акцияның өзіндік ерекшеліктері қандай, шарттары қандай. Егер сіз Каспиймен сауда жасап жүрсіз, бірақ осы Каспий жұма акциясына қатысқыңыз келмесе, сізге не істеу керек деген сұрақтарға толық әрі нақты жауап беретін боламын. Бұған дейін мен сіздерге Каспиймен қалай сауда жасауға болатындығы, тауарды қалай енгізу керек, оны тапсырыс түскен кезде оны қалай жеткізу керек, қабылдау керек деген сұрақтарға өз YouTube каналымда жауап берген болатынмын. Егер сіз оны көріп үлгермеген болсаңыз, видеоның соңында сілтеме шығады. Міндетті түрде сілтеменің үстінен басып, видеоны көрсеңіздер болады. Бүгінгі видео сізге өз пайдасын тигізетін болса, ұнаса, міндетті түрде лайк басып, сұрақтар бойынша комментарий қалдырыңыз. Мен оқып, міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де ең бастысы, біздің каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Сіз егер Каспий магазин бойынша тіркелген болсаңыз, өз логин пароліңізбен кіргеннен кейін сізге құрметті біз 4-6 қараша аралығында Каспий жұма ұлттық сауда мерекесін өтетіндігі туралы хабарлаймыз деген сілтеме. Осы көк сілтеменің үстінен басатын болсаңыз, сізге акцияның қандай ережелері бар екендігі. 4-6 қараша аралығында Каспий жұма ұлттық сауда мерекесі өтеді. Бұл күндері сатып алушылар Каспий KZ дүкенінде тауарларды 24 айға дейін бөліп төлеу арқылы сатып ала алады. Яғни 24 айға рассрочка арқылы сатып алады. Комиссия санатқа байланысты 9-22%. Өнім санаты барлық санаттар, яғни тарифтерді егжей-тегжейлі шарттардың Каспий маркетинг бөлімінен сауданың шартын таба аласыз. Яғни мынау жерде өзіңіздің кабинетіңізде Каспий маркетинг деген бар. Осының үстінен басатын болсаңыз, осы жерден тарифтер туралы толық ақпарат алсаңыздар болады. Каспий магазинмен шарт бойынша қызметтердің құны туралы ақпаратқа енгізілген өзгерістер, яғни 4 қараша сағат 00:12-ден, яғни түнгі 00:12-де басталады. Астана уақыты бойынша 6 қараша 23:59-ға дейін жарамды. Яғни акция 4, 5, 6 қараша күндері сағат 29:00-ге дейін, яғни 7 қарашаға қараған түні Астана уақытымен науқан аяқталады. Яғни бұл жерде кредитке емес, тек қана 24 айға бөліп төлеуге, яғни рассрочкаға тауарыңызды тұтынушылар сатып алатын болады. Егер сіз науқанға қатысуды жоспарламасаңыз, яғни Каспий KZ-дегі акцияға қатысқыңыз келмесе, онда сізге тауар жеткілікті мөлшерде болмаса, сізге не істеу керек? Сізге Каспий дүкендегі барлық тауарларды алып тастауыңыз қажет, яғни сатылымнан алып тастауыңыз қажет. Егер тауар алынбаса, сіз автоматты түрде акцияға қатысушы болып есептелесіз. Маңызды ереже: акция қарсаңында және өткізу кезінде тауар бағасын көтермеңіз. Бағаны негізсіз көтеру фактілер анықталған жағдайда шаралар қолданылады. Яғни сіз акция барысында сол 4, 5, 6 қараша күндері өзіңіздің енгізіп қойған тауарыңыздың бағасын көтеріп түсіруге болмайды. Егер ондай жағдайлар болса, сіздің бизнесіңізді белгілі себептерге байланысты жауып тастауы мүмкін. Сондай-ақ Каспий жұма акциясы кезінде тапсырыстар саны әдеттегіден 10 есеге астам өседі. Мысал үшін сізге аптасына күніне деп есептейікші, күніне бір 3-4 тауар түсіп жүрген болса, онда соны 10-ға көбейтіңіз. Мысал үшін 4 тауар түсіп жүрсе 10, сізге бір күнде 40 тауар түсуі мүмкін. Сіз соған дайын болуыңыз керек, сіздің тауарыңыз жеткілікті болу керек соған. Әрекеттерге дайындалыңыз, яғни қандай әрекеттер жасауыңыз керек оған дайындау үшін. Өңдеу және тапсырыстарды беру үшін ресурстарды күшейту, яғни тауар қорыңызды жеткілікті деңгейде болуы қажет. Егер сізге тауар заказ түсіп, тауарыңыз болмай қалса, отказ берсеңіз, бірнеше рет солай отказ жасайтын болсаңыз, сізде тауарыңыз жоқ екендігін Каспий көреді дағыны магазиніңізді белгілі бір уақытқа құлтап тастауы мүмкін. Сондықтан да мейлінше тауар қорыңыз жеткілікті болу керек. Қордың жеткілікті болуын қамтамасыз етіңіз, міндетті түрде. Өзіңіз жеткізсеңіз, курьерлердің штатын көбейту керек. Егер сізде өзіңіз жеткізу
қызметі қосылған болса, онда сіз тауарды жеткізушілер, курьерлер саны енді күнделікті 3-4 тауарды бір курьер жеткізіп жүрген болса, егер сізге 40 заказ түсетін болса, оған міндетті түрде бір 4 курьер жалдау керек. Әрқайсысы 10-10-нан бір күнде апарат дегеннің өзінде 4 курьер жалдауыңыз керек. Яғни осы 4-5-6 аралығында сіздің курьерлер саныңыз жеткілікті болу қажет. Науқанның соңына дейін біз ағымдағы жұмыс процесіне өзгерістер енгіземіз дейді. Сатушының жеткізу мерзімі 3 күнге дейін ұзартамыз. Яғни сіз жеткізу мерзімін 3 күнге автоматты түрде ұзартылады. Тапсырыстарды автоматты түрде қабылдау, алып кету, тапсырыстардың басқа барлық тапсырыстар автоматты түрде қабылданады. Автоматты түрде қабылдау IP қызметін қолданылатын сатушыларға әсер етпейді. Жаңа тапсырыстар туралы хабарландыру Pay қосымшасында SMS хабарлама түрінде 1 сағат сайын 1 рет келіп, барлық басқа тапсырыс хабарландырулар өшіріледі. Яғни осы аралықта сізде тек қана Каспий Pay'ге тапсырыстар келгендігі туралы ғана SMS-тер келіп отырады. Клиенттерге тапсырыс берген кезде код, яғни Каспий қосымшасында SMS хабарламалар түрінде келеді. Несиеге сатып алу түймесі өшіріледі. Осы 4, 5, 6 қараша күндері тұтынушылар тауарларды несиеге сатып ала алмайды. Тек қана бөліп төлеуге, яғни рассрочкаға ғана сатып алады. Былайша айтқан кезде тұтынушыларға үлкен мүмкіндік, жақсы өзінің қажетті тауарын 24 айға, яғни 2 жылға бөліп төлеуге алу деген ол жерде шынында да тұтынушыларды қызықтырып отыр. Каспий жұма науқаны кезінде Каспий жеткізу жұмысымен танысайық ендеше. Көлемді тауарларды, шиналар мен жиһаздарды тасымалдау үшін 3 күннен 5 күнге дейін қосымша күндер қосылады. Бұл уақыт тапсырыста көрсетілген тапсырыс күн көрсетіледі, яғни 4 мен 11 мен 17-сі 11-ші ай, яғни 17-ші қарашаға дейін, 4 мен 17-ші қарашаға дейін тауарларды жеткізу күні көрсетіледі. Және бұл аралықта Алматы, Астана, Шымкент, Өскемен, Ақтөбе қалаларында қабылдау пункттері сағат 00-ден, яғни түнгі сағат 12-ден кейін, таңғы сағат 7-ге дейін ұзартылады. Яғни 7:00-ге дейін ұзартылады. Жұмыс істейтін болады. Қалған қалаларда кестесі өзгермейді. Басқа қалаларда кестесі сол қалпы бойынша жұмыс жасайды. Ол туралы сіз мына жерде график работы курьерской службы дегенді қарасаңыз болады. Қай жерде қандай графикпен жұмыс жасайтындығы туралы. Мына жерде мысалы үшін входной воскресенье деп көрсетілген. Қалған күндері міне қандай уақыттарда жұмыс жасайтындығы туралы көруіңізге болады. Ерекшеліктер Абылай хан даңғылындағы нүкте Бөгенбай Батыр Алматы қаласы бойынша болар. Және Астана қаласы бойынша Әнет Баба, Қарағанды қаласы бойынша Ермекова көшесі. Бұл аралықтарда 9-дан 7-ге дейін Ашық көшенің бойындағы нүкте Қабдолла және дроп 4 және 10-нан сағат 22:00-ге дейін жұмыс жасайды. Тапсырыстарды кезекті қабылдау үшін қабылдау пунктінің ашылу уақытына дейін мүмкіндігінше ертерек келіңіз. Яғни тауар магазинге көп түскеннен кейін ол жерге Каспийдің жаңағыдай очередь болуы мүмкін, кезек күтіп қалуыңыз мүмкін. Сондықтан да мейлінше пунктке ертерек тауарыңызды апарғаныңыз жөн. Мынау аралықтарда қандай жұмыс күндері екендігін уақыттарды міндетті түрде қарап алыңыздар. Сізге өз тауарыңызды жылдам әрі нақты жеткізуге мүмкіндік береді. Тапсырыстарды кезексіз қабылдау үшін қабылдау пунктінің ашылу уақытына дейін мүмкіндігінше ертерек келу керек екендігін мен сіздерге ескерттім. Тасымалдау кестесін қатаң сақтаған дұрыс. Мынау жерде 30 килограммға дейін аспайтын жүктер үшін уақыт берілген. Мысалы үшін шиналарда 7-сіне дейін қабылдамайды. 30 килограммнан ауыр жүктерді 8-ші қарашаға дейін қабылдамайды. Мебельдерді, яғни үй жиһаздарын 10-шы қарашаға дейін қабылдамайды. Сіз Каспий жаңағыдай доставка жасайтын орталыққа қатысып өз тауарыңызды апарсаңыз да сізден ол тауарды қабылдамайды. Неге десеңіз, ол басқа майда тауарларды қабылдайды, ал осы тауарларды осы көрсетілген күннен артықтан кейін қабылдайды. Мысалы үшін, сіз тапсырысты 4 күні алдыңыз, бірақ сіз оны 10-шы қараша күні Каспийдің пунктіне жеткізесіз. 30 килограмм, дәл сондай 30 килограммдық ауыр жүктерді де сіз 11-ші
10 қараша күндері жеткізуіңіз қажет. Осы кестені міндетті түрде және қатаң түрде сақтауыңыз қажет. Жеткізу уақытында қосымша күндерді ескереміз. Тапсырыс беру және жеткізу бақылау кезінде сатып алушы қосымша күндерді қоса алғанда күндерді көрсетеді. Жұма акциясы кезінде жедел жеткізу бойынша жұмыс барысы Каспий жұма науқанын өту кезінде үлкен өсімге байланысты проблемаларды болдырмау үшін біз жедел жеткізу үшін қолжетімді өнімдердің тізімін шектейміз дейді. Келесі тауарларды қалдырамыз. Дәрілерге байланысты азық-түлік, тұрмыстық тауарлар, балаларға арналған тауарлар, сұлулық және денсаулық, құрылыс материалдары, киім, аяқ киім, үй жануарларына арналған өнімдер, аксессуарлар, кеңсе тауарлары, сыйлықтар, мерекелік тауарлар, барлық басқа санаттағы тауарлар Каспий жеткізу режимі бойынша жеткізіледі. Осы бүгін Каспий жұманың өзіндік ережелерімен танысу болды біз сіздермен. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Міндетті түрде біздің каналымызға жазылыңыздар. Алдағы уақытта бұдан да жақсы видеолармен сіздерді қуантатын боламын. Егер біздің Каспиймен бизнес курсына жазылғыңыз келсе, біздің әлеуметтік желілерге видеоның соңында қалдырамын. Сол жерге тіркеліп директке жазыңыз немесе WhatsApp номерге жазсаңыздар болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сәттілік сіздің серігіңіз болсын.